Құрметті достар, естеріңізде болса, бұрындары айтушы едім, Highlander ұнайды соңғы шанақ 2020-дан жоғары қарай деп. Ол көлікті сатып алдым, ниетіме жеттім, рахаттанып айдадым, көлікті саттым, сатқан ақшасын тиісті жерге салым ретінде салып қойдым. Ал енді соңғы кездері дәл осы мен отырған ES300 гибрид автокөлігі қатты ұнап жүр. Көңілімден шығып жүр, бұйырса осы көлікті алсам деп ниет етіп жүрмін. Құрметті ағайындар, баршамыздың ұнаған көлігімізді алуды нәсіп етсін. Армысыз ағайын, эфирде мен Досбол Арыстанбек, кезекті Грузиядағы, яғни Рустави қаласы автопападағы базардан кезекті бір шығарылым болсын. Бүгін 9 мамыр, баршаңызды жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Ендеше достар, кезекті шығарылымды бастаймыз. Достар, сонымен естің ішінде отқаннан кейін естен бастайын енді. Есті неге түсіре бересің демеңіздер, маған ұнайтын нәрсемен айналысқым келеді. ES300 автокөлігі 2023 жылғы құрметті достар, бұл жай ғана ES емес, бұл F-Sport, яғни ең максималды комплектация деп айтсақ болады. Бұл Carfax бойынша өте жақсы шанақта тұр. Және де бұл 23 жылғы 95.000 километр. Мильмен санайтын болсақ, шамамен бір 61 бәле болады. Бағасы 23 жылғы F-Sport максималды комплектация гибрид ES300-дің бағасы $33.000 бұл старт бағасы, бәлкім тағы да саудаласып қалар. Алам дейтін болсаңыздар, саудаласып берем жақсылап. Және де камераны сәл-сәл артқа қалсақ, дәке менің сол жағымда Camry 80 тұр, оң жағымда ES тұр. Яғни осы жерде таңдау құрметті ағайындар. Бастапқыда мен 80 алсам деген ниетім болғам, бірақ та енді дәл қазір камерадан қарап өздеріңіз бір шешім қабылдасаңыздар болады. Мұнаның түрі қандай сұлу екенін, қандай кең екенін, қандай ұзын екенін байқайсыздар. Және де мұнаның ішінде отырып көлікті айдаған 80 ондай әсер бере алмайды. Я, расында Camry бізге дәлелдеп берді, нарықта өзінің орнын ұстап алды. Camry'дің аты Camry, бірақ десек те Lexus одан биік екенін ешқашан да ұмытпаймыз. Так, бізде Camry 80 24 жылғы 7 айда құрастырылған. Бұның есіктері ауысқан, немесе есіктерінде бояу жағылған. Бұл бағасы $23.000 деді, дәке. $23.000 кілті менің қолымда, қазір ішінде түсіріп шығам. $23.000 сатылатын бағасы. Бұл бәлкім одан тағы да түсе жатар. Оны енді әңгіме нақты алатын сәтте белгілі болады. Арғарата жанымызда тағы бір 2023 жылғы ES тұр. Енді бұл ES-тің арғы ES-тен айырмашылығы тек қана түстен емес, бұның сәйкесінше комплектациядан болады. Бұл комплектациядан сәл төмені. Бұның бағасы $27.000 құрметті ағайындар. $27.000. Қазір мен ішін ашып, бұны да бір сүріп шығайын, Так, кеше ғана достар айттым, мынау 27.000, өйткені бұл гибрид, егерде бұл бензин 2.5 болған кезде, бұның бағасы 25-24 болатын еді. Осыны ешқашан ұмытпаңыздар. Бұның пробегі 17.000 ғана. Достар, 2023 жылғы іші осындай толықтай қап-қара түстен. Қазір арт жағында көрсетейін. Бұларда жаңа память, сиденье, датчик деген сияқты нәрселер. Бұл Lexus болғаннан кейін барлығы міндетті түрде беріледі. Ішкі состояниесін айтуға мүлдем сөз жоқ. Автокөлік тіпті жап-жаңа көлік ретінде көзге өте қатты көрініп тұр. Бұлардың бәрі реставрациядан шықпаған, яғни таза осы қаз қалпында келген көліктер. Сондықтан да кейбіреулер болады ғой, жыртылған, тігілген жерлерін жасап, жамап жататын жоқ, ондай емес. Мінекей қараңыздар, тап-таза көлік құрметті ағайын. Бірақ бергі жақта мінекей есіктер пленкамен тұр, ал арғы жағы полностью бір шеті боялған. Сондықтан да достар, бұның бағасы 27.000, арғысының бағасы 33.000. Бұл мен қазір айтып атқаным, құрметті достар, старт бағасы. Енді мына 80-ның де кілтін берді, жаңа видео түсіріп атқандан кейін ішін ашып көрсетіп жібер, алатындар болса алсын дейді. Бұларға да жақсы ғой, сатылған, сондықтан да көрсетіп жатыр. Мінекей Camry 80 әдеттегідей қарапайым ғана. Енді бірақ бұны да жай ғана қарапайым деп айтуға болмайды. 80-ге де бірінің қолы жетсе, екіншінің қолы жетпей жатады. Не тек қана қолы емес, аяқта жетпей жатыр. Сондықтан да достар, енді өзімнің де қолым 80-ге әлі жеткен жоқ. Бірақ ниетім Lexus'ты алу, сол сияқты әрбіріміздің ниетімізге жетуді нәсіп етсін. Дүние, арамыздағы иманды жігіттер айтуы мүмкін. Бұл дүние ғой, не болды сонша беріліп, жақсы көрем, ұнатам деп темірге бола дейтіндер болуы мүмкін. Бірақ енді біздер адамбыз, пенде болғандан кейін ел қатарлы, жұрт қатарлы бәріміз өмір сүргіміз келеді. Сондықтан да 5 күндік жалған өмірде реті болатын болса, мініп қалыңыздар, айдап қалыңыздар. Мұсылман бізде бай болу керек, бақуатты болу керек. Сондықтан да достар, қысқасы осыған қатысты жауап. Мынау енді максималды комплектация, бұл F-Sport. Бұның дисктары, іші, кожасы, бұның проекциясы,
Мінекей ішкі тіпті мына орындықтарының өзі де көріп тұрсыздар қандай әдемі деңгейде. Бұның экранында өте үлкен болады. Сондықтан да F-Sport'ты басқамен мүлдем салыстыра алмаймыз. Алдыңғы жарық шамдарының өзі де 3 көздік линзамен жүреді. Алдыңғы торлары барлығы өте бөлек ерекшеленіп жүреді деп айтсақ қате айтып тұрғанымыз емес. Так, ары қарата бағаларын жаймен көрсетіп шығайын. 2019 70-тің бағасы жоқ. Бізде BMW 19 доллар, 64 мың милмен, 2 объем, 21 жылғы. Тағы да гибрид нұсқадағы 75 бағасы жоқ, 22 мың мил ғана жүрген екен. Мынандай RX-тар келіп жатыр қазір. Соңғы шанақ, ескі шанақ дегенім. Осындай BMW-лар келіп жатыр. Бұлардың бағасы 14 доллар. Мінекей өзі 14 жылғы 130 мың жүріспен. Тек қана бұл емес, мінекей мына жерде тұрған Lexus-тар 350-ліктер. Алардың барлығы да сол шамамен 14 доллар деп тұр. Енді сол 13-ке, 12-ке, 12,5, 13,5 деген сияқты бағаларға шамамен береді. Бұл көліктер бұрындар мүлдем жоқ болатын, бірақ қазіргі таңда дәл осы көліктер және де Хайландардың 2012 жылғы шанақтары көбейе бастады. Ascent ең соңғы шанақтардың бірі, құрметті ағайын, көрсетіп шығайын. 23 жылғы бағасы жоқ. Бұлар сол шамамен 22 мыңнан жоғары болады деп ойлаймын. 2020 жылғы бұл да жоқ, 2019 баға жоқ. Осындай автопапаның бір қанды шетін жері бар да, өйсіпше. Мінекей мына спорткарларды сұрайтындар бар. 14 мың доллар, 2022 жылғы 64 мың милмен. Бұл енді 2 адамдық, артына да адам отыруға болады, бірақ бұның артына да отырып көргенбіз. Жоқ, әлде бұған отырмадым ғой деймін мен. Жоқ, бұл басқасы бұл емес. Қайсыға? Мынаған отырдым. Ой, бұл сорлап артында отыратын болсаң, басың төбеге потолокқа тиіп, болды жесткий көліктер ғой, короче, секірген кезде басын потолоктан тесіп кете жаздады. Мен бір ана кішіпейілік білдіріп, ол кезде Аслан бар, короче, Аслан рульді отты, әке сен жанында оттың, пассажирскийді алдында. Мен де бір кішіпейілін білдіріп, мен артына отыра салайын, жігіттер алдына отыра беріңдер деп кіре қойып едім. Қанша? 1 километрден түсіп қалдым ғой, бір километрден айттым, жігіттер рахмет, мен түсейін, короче. Басқа машинаға отырамын деп сөйтіп түсіп қалғам. Мен ойлаймын, бұл да соның кері сияқты, Сондықтан да бұған отырған кезде артына бала шаған тығыз жіберем, итеріп жіберем деген нәрсе мүлдем жұмыс істемейді. Бұл екінші көлік ретінде айдап жүрсеңіздер керемет енді. Мінекей F150 кузов Фордтар. Бұл кіріп жатыр ма, шығып жатыр ма, құдай білсін. Мінекей бізде жаймен қазақ жігіттер алып жатқан сияқты ғой, короче. Рульда отқан екен жігіттеріміз. Көрейік ары қарата тағы қандай көліктер бар. Так, RAV4 гибрид бағасы жоқ, 20-70-тің бағасы жоқ. Автопапа қинайды өйстіп. Баға көрсетпейін, 15 мың доллар деп көрсетті. Бағасы жазылып тұр екен. 2022 жылғы комплектацияда жаман емес. Так, ескі бізде Outback 2013 жылғы. Бұлар енді сол 7 мың, 6 мың, 5 мың доллардың арасында. Ары қарата кеттік. Бұнаның бағасы бар ма екен? 14.300 доллар деп көрсеткен, 14.600 деп жазған. Сосын 2020 жылғы гибрид достар, бұл да бензин емес. 70-терден гибридтері де көбейді, өйткені білмеймін неге екен. Бұрындар бензинді көп алатын еді, қазір гибрид нұсқалар көбейіп кетті. Соған қарағанда осы гибридті сұраныс көбейген сияқты. Так, ары қарата Subaru'дың арасына кіріп кеттік. Бағалары бұяқта жоқ енді, берді баға жазбайды өзі. Сондай бұлар. Қайтаймыз енді. Кеттік ары қарата. Сәлен сіздерде аралаңыздар менімен бірге. Күніне бір 20 мың шақтай жасаймын, құрметті ағайындар. Бірақ сонда да арықтамай жатырық қой. Так, 20 мың милмен 2023 жылғы Forester баға көрсетілмеген. Tucson'ның бағасы 15 мың 200, 2021 жылғы. Так, Legacy туралы, Legacy 2021 жылғы. Мінекей бағасы жоқ екен, бірақ Sienna 21, бұның да бағасы жоқ. Так, баға қайдан табамыз, құрметті ағайындар? 20 мың доллар, 29 мың доллар, бәсе 20 мың доллар дегенге мен бұл не қылған көлік деп бірден қызығушылығым артып кетіп еді. 20 мың долларға мынандай гибрид Highlander деген сияқты. 2020 29 мың гибрид 2.5 таза, құрметті ағайындар, комплектациясы жаман емес. Так, бұның жанында RAV4 баға көрсетілмеген, ары қарай бір BMW-лар бар екен. Немістер соларды бір көрсетіп шығайын сіздерге. Так, мынадай Hyundai Elantra'лар да бар. Бірақ ескі ғой, бұл 14 жылғы 79 мың жүрген. Тағы да бір гибрид нұсқадағы LE комплектацияда 2020-ның 70-13 мың 500.
Так, ары қарата бізде Ascent жаңа кузов 18 мың деп көрсетіліпті. Бұл миль ма, әлде бағасы ма, түсініксіз. Ары қарата Highlander 69 мың жүріспен 16 мың доллар ғой деймін шамасы. 16 мың деп көрсеткен екен. Так, мынаны өткен жолы 10 мыңға ма бере салам деп тұрған. Мына түсті 2024-тің RAV4-нің бағасы жоқ. Так, 22 баға жоқ. Ары қарай BMW-ларда жазылып тұрады. Солар бір көрсетіп шығайын. Мерсті де көрсетейін. GLE 150-лерді. Так, не дейді? 38.500 доллар, 78 мың мильмен. Жанында қап-қара түсте 23 жылғы 55 мың. Үш объеммен. Қараңыздар, түрлері қандай. Так, бізде үш объеммен 2014 жылғы 11.800. Бізде 2019 жылғы 35 мың доллар, 37 деп берген екен, 86 мың жүрісімен. Қазір 35 деп төмен 2 мың доллар түсіп көрсетіліпті. Бұдан ары қарата тағы түседі. 43 мың долларға 2022 жылғы 81 мың мильмен жүрген. Сыртыда мүлдем жуылмай қалған екен. Соған қарағанда иесі мұнда мүлдем кемей жүрген сияқты. 12.500 2014 жылғы мінекей үш объеммен 138 мың пробегпен. Ары қарата көрсетіп өтейін. Мінекей 12 мың долларға 2014 жылғы F10-тарыңыз. Мінекей 35 мың долларға G05-тарымыз. 81 мың. Мына 19.500 бұл енді F15-ларымыз, яғни X5-тердің 2017 жылғылары, құрметті ағайындар. Мынау енді одан кейінгі буын деп айтсақ болады. Сондықтан да мына әрине 2019-дан басталатын буынға сөз жоқ. Оны ішіне кірсеңіз де, сыртқы келбетімен де, көрінісімен де, қай жағынан алсаңыз да әрине жаңаның аты жаңа. Так, ары қарата бұл бізде не бұл? Corolla ма? Так, екі объеммен 2025 жылғы 21.800 дейді. Енді орыстың нарығына. RAV4 бізде 16 мың доллар, 123 мың мильмен. Гибрид нұсқада 2.5. Бізде 95 мың мильмен, үш объеммен кезекті Мерс 24.500 2018 жылғы. 9.500 2015 жылғы екі объеммен бізде BMW. Ары қарата 19 мың доллар, 2017 жылғы 115 мың пробегімен. 18.500 F-Sport бұл да максималды комплектация деп берген екен. Соған қарағанда крыло дұрыс екен. F-Sport 2021 жылғы 71 мың мильмен 18.500 және де 530 2020 жылғы 89 мың жүріспен, екі объеммен 27.500. Кезекті жанындағы 58 мың долларға. Бізде бағасы 58 мың долларға 21 жылғы европейс деп көрсеткен екен, және де 45 мың 500 долларға 2021 жылғы BMW 56 мың километр және де европейс деп көрсеткен екен. Жанында тағы қосымша X7. Біздің Дәуреннің жақсы көретін көлігі 2020 жылғы үш объеммен 44 мың доллар. Бізде 2017 жылғы BMW үш объеммен 21 мың доллар. Так, пробег өкінішке орай көрсетілмепті. Және де X6 қателеспесем 21 жылғы, бірақ бұл дизельмен екен, үш объемдық 70 мың 800 доллар деп көрсеткен. Яғни Mercedes BMW-ларға қатысты осы жерде өзі бір нарық бар. Адамдар осы жерді жақсы көреді. Жаңа Mercedes сүйетіндер, BMW сүйетіндердің назарларына десек болады. Так, Elantra'ны көрсетіп өтейік. 8200 доллар 2019 жылғы. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Біздердің Cerata деп айтайық 14500 22 жылғы. Тағы біреу тұр 15 мың доллар. Так, мына Highlander-ды көрейік. Грузин учетпен тұр екен. Транзит емес. Соғанға қарағанда тұрғанда көп болған сияқты. 85 мың пробегпен 2019 жылғы 21 мың деп көрсеткен екен. Әрине 21 мың болса, осы тұрған қалпында тұра береді. Так, 17300-ге, мінекей 2019 жылғы RAV4 бесключевой доступпен, пуш-стартымен, люгімен, үлкен монитормен. 17300 беріп тұрған бағасы, тағы түсетін болса жақсы. Ары қарата 16 мың долларға 19 жылғы Мерс. Elantra 17200. Мына 75-49 мың ғана жүрісім бар дейді. Комплектация бойынша жоғарғы комплектация, яғни XSE, панорамамен. Бірақ проекция жоқ екен, 17200 доллар деп көрсетіпті. Гибрид
24 мың доллар соңғы шанақ, және де бізде 8200 долларға Outback тұр. 106 мың жүрісімен 2015 жылғы достар. Так, екі шетін те көрсетіп өтейін, құрметті ағайындар. Қазір кімнің ақшасы бар, екі шетілер өте хит болып жатыр. Екі шетін өте жақсы тасып жатыр қазіргі уақытта Қазақстанға. Так, 2022 жылғы бағасы өкінішке орай жазбаған, 54 мың жүрісімен бағасы жоқ екен. Арғараты жанында қап-қара тағы бір жеті тұр. 2019 жылғы 38 мың доллар үш объеммен. 2019 X6 22 жылғы 50 мың доллар деп көрсеткен екен. Сена бар, гибрид, бұлар 2.5 29 мың доллар 2020 жылға. Аппақ түстен 2.5 объеммен. Так, Honda Accord 17800 2021 жылғы мархабат. 2023 жылғы 75 комплектациясы жоғары. Жоқ, бұл SE комплектация деп айтар едім, тек алдыңғы фараларын дейміз, жарық шамдарын, максималды комплектацияның жарық шамдарын ауыстырған екен. 18300 доллар 2023 жылғы. Мінекей. Ар жағында бір 4000 доллар қоссаңыз 80 аласыз ғой негіз. Арғарата кеттік. Грузин учетпен тұрған намайысында бағасын көрсетіп өтейін. 20 мың доллар 2017 жылғы, енді жүрісі көрсетілмеген, 3 объеммен, құрметті, 2 объеммен, құрметті ағайындар. Так, арғарата, мұна туксонды көрсетіп өтейін. Екі көз жәудіреп тұрған туксон 10700, бұна көк түсі, бұлар 2019 жылғы бұл, ал мұнау. Так, екеуде 2 объем болу керек. Екеуде 2 объеммен, екеуде 2019 жылғы 11300, 10700 екен. Сатып алу суммасы. Так, 12500-ге кезекті Subaru. Бізде NX бағасы жоқ, жаңа соңғы шанақ. Так, 17500-ге Santa Fe. Так, баға жоқ. Бізде 2017 жылғы 3 объеммен X5 бағасы да көрсетілмепті. Бағада жоқ екен. Так, достар, мына BMW-ларды көрсетіп жіберейін. BMW-лардың арасында біздің ағайындар бар, BMW жақсы көретіндер. 2015 жылғы F10-тар 14500 3 объеммен, өздеріңіз көріп тұрғандай. Как раз BMW-лардың арасында жүрген кезде көрсетіп өтейін. Арғараты 2019 жылғы 24800, міне 60 мың пробег, мынау 3 объеммен. Мынаның пробегін көріп жіберейікші қанша екен. Так, бұл жүрісі 118 мың. 118 мың, 14500 дейді. Ал мынау 2019 60 мың мен 24800, бұл жаңасы. Кеттік арғараты 2018 жылғы 26500, өздеріңіз көріп тұрғандай. 80 мың жүрісімен 3 объем бұлда. 2018 25 мың доллар 3 объеммен 25 мың доллар. Так, жүрісі 63 мың деп көрсеткен екен. Арғарата кеттік. Бізде бұл 2017 80 мың жүріспен максималды full комплектация деп көрсеткен. X-Drive пен 3 объеммен. Мінекей, арғарата тоқтамаймыз. 2023 37 мың доллар 58 мың километр деп көрсеткен. Бұл 2 объеммен, құрметті ағайындар. Так, 2021 жылғы 29500 доллар. Бұл да двушка, яғни 2 объем. Пробегі 45 мың. 2022 жылғы достар 34 мың доллар. Пробег көрсетілмеген. Арада бір 2015 жылғы 55 тұр. 2.5 объеммен. Так, 8700 старт баға берген екен. Пробег 140 мың дейді. 8700 құрметті ағайындар. Мынау 8-ге беріп қалатын болса, әдемі. Арғарата 2014 жылғы 11200 Dory Style бізде. Outlander 22 жылғы 23 мың доллар. Жүрісі 73 мың. Так, RAV4 бізде 23 мың доллар. 2022 жылғы 79 мың жүрісімен. Так, және де Highlander 16500 2018 жылғы 117 мың
жүрісі бар екен. Осылай. Так, мына 55-тен кеше жігіттер сұрап жатыр еді, 55 бар ма деп. Мына 55 Carfax'да қорқынышты емес екен, яғни алдыңғы капоттан азғандай көтерілген, капотын ауыстырып тастаған. Лобовойда өзі, полностью терезелерде өзі, кузовта ешқандай шпаклевка жоқ, тап-таза бір капот ауысқан болды. Осындай 55 іздеген жандар болатын болса, мархабат, хабарласыңыздар, құрметті ағайындар. Мына көлікті саудаласып реттеп беруге болады. Кімге 55 кереді, хабарласыңыздар. Мынандай Carfaxпен кей сәттерде $9,000 дейін кетеді. Мынаның старт бағасы 8,700 деп тұр. Қаншаға беретінен белгісіз. Алам деген адам болатын болса, саудаласып көреміз бұйырса. Так, ары қарата есті жууға дайындалып жатыр екен. Жуылмай тұрғаны да біраз болған екен. 35 мың деген, қазір 32 мыңға түсірген. Пробег 130 мың дейді, жылы қанша дейді? 2023 жылғы комплектация жоғары екен. Ары қарата кеттік. 2021 жылғы BMW $28,500, 77 мың километр, 2 объеммен. Одан ары қарата кеттік. 2014 жылғы $15,300 үш объеммен, 67 мың миль. Тұрысы да түсі де бір ойын бөлек екен. Қараңыздар, құрметті ағайындар. 2014 жылғы. Қалай? Түсі деген сондай бір шоколад түс деспекен. Енді түсі мүлден бөлек. Так, ары қарата бізде Camry 50 полностью в родне тұр. То есть сол жағынан негізі соққы болған крылодан. Крылоны ауыстырған, бірақ оригинал крыло салып қойған болды. Қалғандары полностью завод тұр. 159 мың пробегпен. Жақсы 50, бірақ $9,000 бір тиын ақша түспейм деп қаншама қазақтар келіп жатыр. Мен де көріп жатырмын. Сондықтан да менде 50-ден 2 заказым бар. Олардың енді бюджет төмендеу, 9 мыңға жетпейді. Енді сәл кішкене бағасын шарықтап айтып отыр, бірақ 50 іздеп келген адам болатын болса, бәлкім алып кетеді. Camry 70 бізде $10,800, 2019 жылғы 10,800 деп қойған. Сол шамамен 10 мыңға беретін болса, одан да мынаны алғанша мына Camry 70 алып кеткен дұрыс шығар. Бірақ та енді Carfax'ы соған қарағанда сәл-сәл нашарлау сияқты. Бұл енді бұл сөзбен бұл көлік жүрмей қалады деген сөз емес. Бұрынғы соққысы сәл қаттырақ болуы мүмкін, бірақ қалыпқа келтіреді. Бұл темір ғой, балғамен екі ратта қалпына келтіреді, ары қарата жүре береді. Сондықтан да арзан көлік іздеген адамдарға мархабат. Так, 2022-нің 70-і бағасы жазылмаған, Prius'тың бағасы жоқ, ары қарата баға көрсетілді ме екен, көрейік. Так, $16,900 мынадай Highlander тұр, 92 мың пробегпен, 3,5 объеммен, 2018 жылғы $16,900 деп көрсетіпті. Ары қарата Forester бізде $11,500, құрметті ағайындар. 2000 қай жылғы мынау? Баға жазылмапты. 16,900 ғана пробег жүрген дейді. Бірақ комплектациясы сәл төмен екен. Legacy біздерде бір кездері Қазақстанда бұл Legacy'лар 2095 пен 2001-дің арасында ма бұл Legacy'лар өте біздің танымал болды Қазақстанда. Қазақстанның әр қаласында, әр түкпірінде, жалпы деңгейде, белгілі бір деңгейде қызметін атқарды. Бірақ неге екені белгісіз, қазіргі таңда дәл осындай жаңа шанақтар біздің Қазақстанға мүлдем кірмей қалды, өкінішке орай. Бұның бағасы $9,500 деп көрсетілген, 2019 жылғы 125 мың жүрген. 9,500 бұл старт бағасы, құрметті достар, 2019. Алдыңғы жалпы торлары, алдыңғы жарық шамдары, бұлар Outback'тың сәл туысына ұқсап тұрғаны деп айтсақ болады. Расында енді бұл Outback'тың інісі деп айтайықшы. Бұл Legacy'дің ағасы мына Forester болатын болса, оның ең үлкені Outback деп ала берейік, көкесі. Ассистенттерді әкесі деп ала берейік, сөйтіп адамға теңеп тастайық. 2015-тің Siena'сының бағалары жоқ. Sorento не дейді? 2015 бұның да бағасы жоқ екен. Так, бағасы барларды көрсетіп шығайын. Мынау X5 BMW 2018 жылғы достар. Бұның да бағасы көрсетілмепті. Так, мынау да жаңа завоз деп айтсақ болады. Кеше болмаған. Бұл жерде бір қызық жері, достар, мен сіздерге айтайын. Мына қатармен күнде айналып базарды қарап отырмасаңыз, мінекей мысалы орталар бос тұр ғой. Кеше сатылып кеткендер. Енді бұл орындардың бәрі құр орын емес, ол әркімнің өз орны, бір сөзбен айтқанда. Сатылды, потидан көліктер кеп тұр, химчистка жасалып отыр, келетті орындарына бәрін салып отырады. Сол сияқты кешегі мына орын дырка болған. Яғни тесік болған мына жер. Орын бос тұрған деп айтайық, тұрысырағы. Мінекей $9,000 мынау енді ескі тұрғаны, ол түсінікті. Ал мынау ақ түстес, кеше келген ау деймін, кеше болмаған $8,500.
Так, пробег какой у вас? 123 мил. Так, 123 мың жүрісімен дейді. Так, осындай ақ түстен 8,5 мың доллар деп көрсетілген старт бағасы. Так, ауа райы Грузияда жанды, сөздің ашығы керек. Бүгін бас киімде ештеңе кимей шығып едім. Мен ауа райы бетіміз біраз күйді. Енді андай бір ақшыл адам емеспіз ғой өзіміз, сондықтан да біз үшін қалыпты нәрсе. Құрметті ағайын, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Грузиядамыз. Келесі автотур 14 май, одан кейін амандық болса 11 июнь автотур. Грузияға келем дейтін болсаңыздар, астына WhatsApp көрсетем, жазыңыздар, хабарласыңыздар, бәрін түсіндірем. Ал енді заказ берем дейтін болсаңыздар, осы жерде жатып жұмыс істеп жатырмыз. Қазір енді бір 10-нан астам көлікті де жіберіп тастадық. Bir Алланың қалауымен бұйырса, олардың да жұмыстарын бәрін міндетті түрде көрсетіп отырамыз. Сондықтан да жемісті күндеріміз көп болсын. Алла абыройдан айырмасын. Достар, ертең тағы да бір кезекті эфирде кездескенше.